Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді қытырлақ баклажан салатының рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін видеоны өткізіп жібермей соңына дейін қараңыздар. Осылай баклажанды 3-4 қайтара жуып аламыз. Содан соң осылай видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап суға салатын боламыз. Осылай суға салып, үстінен тұз саламыз. 10 минутқа қойып қоямыз. Содан соң осылай жуып болған соң қағаз салфетканың үстіне осылай жайып шығатын боламыз. Суын құрғатып аламыз. Содан соң осылай пакетикке 2 ас қасық кукурузный крахмал салып, баклажанымызды осыған салып араластырып алатын боламыз. Немесе ыдысқа салып араластырсаңыздар да болады. Осылай араластырып алып, ыдысымызға салып аламыз. Содан соң майымызды құйып, қыздырып аламыз. Үстіне баклажанымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Өте дәмді қытырлақ баклажан дайын болады. Міне видеода көрсетілгендей қызартып аламыз. Содан соң болгар бұрышында осылай 3 бұрышты етіп турап аламыз. Қуырсаңыздар да, қуырмасаңыздар да болады. Негізінде қуырсаңыздар дәмдірек болады. Қатты күйдіріп қуырудың қажеті жоқ. Осылай майға бір салып аламыз. Міне осылай болып шығады. Ендігі кезекте сарымсағымызды тураймыз. Немесе теркадан өткізсеңіздер де болады. Мен осылай барлығын майдалап турап шықтым. Содан соң 2 дана қызанағымызды турап аламыз. Немесе черри қолдансаңыздар да болады. Осылай турап барлығын ыдысымызға салып аламыз. Мен петрушка қолдандым. Міндетті түрде зелень салыңыздар, өте әдемі дәм береді. Кинза, укроп, петрушка болса да болады. Содан соң дәміне қарай тұз, 2 шай қасық соя құйдым. Оны да дәміне қарай көресіздер. Осылай барлығын араластырып аламыз. Өте дәмді салат шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осылай ыдысымызға салып, үстіне аздап күнжіт себетін боламыз.